Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бұл видеода мен сіздерге Вонг жүйесінде сабақ жоспарын қалай генерациялауға болатынын көрсетемін. Өткен жолы біз дайын сабақтар тізімін қамтитын КТЖ жасағанбыз. Ал мұнда 2 рет басу жеткілікті. Қаласаңыз, кіріспе ақпаратты нақтылауға немесе қажетті файлдарды тіркеуге болады. Сонымен қатар, КТЖ ішіне мүлдем жаңа сабақ қосуға да болады. Бөлімді, тақырыпты, оқыту мақсаттарын және өткізу күнін таңдаймыз. Міне, ол енді басқа сабақтардың арасында көрсетіледі. Осыдан бөлек, сіздің ыңғайлылығыңыз үшін біз жылдам КМЖ деген жеке бөлім жасадық. Яғни артық қадамдарсыз сіз тікелей қысқа мерзімді жоспарлар құрасыз. Пәнді, сыныпты, 90-ды, оқыту тілін, сабақ түрін таңдаймыз. Қажет болса, БЖБ орындауға бөлінген уақытты қосамыз. Тақырыптар тек сіздің бұрынғы таңдауларыңызға сай шығады, ал мақсаттар үлгілік оқу бағдарламаларына сәйкес автоматты түрде толтырылады. Сондай-ақ қаласаңыз, қосымша өрістерді толтырып, сабақты пайдаланғыңыз келетін материалдарды тіркей аласыз. Құру батырмасын басамыз да, бірнеше минут ішінде дайын жоспар аламыз. Біздің КМЖ мемлекеттік стандартқа сай рәсімделеді. Сонымен қатар, сабақ барысынан адал азамат құндылықтарын дарытудан және функционалдық сауаттылықты дамытуға бағдарланудан бөлек, оған сызбалары, кестелері, диаграммалары және дифференциация белгілері бар тапсырмалар түріндегі қосымшалар кіреді. Сондай-ақ, бағалау критерийлер мен дескрипторлар, мүмкін шешімдер, әрі пайдаланылған оқу практикалары, әдістері мен технологиялары, дереккөзімен көрсетілген мұғалімдерге арналған ескертпелер қамтылады. Сайтта генерацияланған материалға тікелей түзету енгізуге болады. Ал өзгерістерді сақтағаннан кейін, оны Word немесе PDF форматында жүктеп алуға болады. Осымен біздің видеонұсқаулығымыз аяқталады. Платформамыздың басқа құралдарын да келесі видеоларда зерттеңіздер. Вонг әлемінде жаңа кездескенше.